Борис Карабекович, как вы? Отлично, отлично. Вроде бы нормально все. Не болейте, не болейте. Здоровье, все окей, да? Спасибо, спасибо. Я рад. Первую, вторую операция прошла успешно. Да? Третью через 3 дня будем сделать. Получается, Да, через 3 дня приедет. да, товарищ. с Израиля. Врачи должны... Ну хорошо, будем ждать, куда денемся. Спасибо. Насчет вчерашнего не забыли, да, мою просьбу? Ну, отказаться я не могу, конечно, это не моя собственность. Но все равно я очень прошу. Только одного я прошу. Соблюдайте тишину, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Спасибо. Просто палаты не хватает, поэтому Я понимаю. выздоравливайте. Кіріңіздер, заходите, заходите. Кіріңіздер, шуламаңыздар. Кіріңіздер. Что за базар? Шуламаңыздар, шуламаңыздар. Шуламаңыздар. Ойбай, тура бар ғой, я. Bir gün кешіксек шалдан айырылған екенбіз ғой. Иә, доғдырлар сөйтіп айтып жатыр. Иә, ойбай. Давлениесі нормально, сахар бар ма еді бұл кісінің? Сахары бар ма еді? Кто? Сахар есть, говорю, сахар. Сахар даже дома нету, айналайын шырағым. Алло. Не шумите, пожалуйста. Ойбай, тура бар ғой, я. 1 сағат кешіккенде шал өледі екен. Иә, доғдырлар сөйтіп айтты. И хабарда болыңдар, хабар алып тұрыңдар. Ойбай, не дейді? Көке, гамаш кидіңіз ба? Кидік Жол қой. киінбейдіңіз ба? Уайымдамаңыз, әлі көрмеген не болып кетесіз, құдай қаласа көке. Жақсылап демалыссаңыз болды ғой. Алло. Ау. Ойбай, тура бар ғой, я. 5 минут кешіккенде шал өледі екен. Айналайындар, Айтты доғдырлар, я. Апаңды алып кет айналайын. Жаназа жақындап келатыр ғой, айнала бара-бара. Жүріңші, апа, кет. Іш киімдерің. Ойбай, барыңдар енді. Ішінде тамағың бар. Салды. Тұра звондап батыр ауылдан. Алло. Ойбай, тура 1 минут кешіккенде өледі. Уайымдап отыр ғой. Ата ішінде ыстық тамақ ішіңіз. Ай, барыңдар киім ауыстырасыз. енді. Иә, жылы жерге жатыңыз. Ойбай, мына. Извините, Борис Карабекович. Аға шуламаңыз. Вы тут прям базар устроили. Кешірім сұрайым, замандас. Ассаламағалейкум. Сәлеметсіз, сәлемет. Аман ба? Шүкір. Мынаның бәрі өзіңіздің балаларыңыз ба? Өзіміздің балашаға ғой. Енді больницаға келген екен, тым болмаса жартысын үйге тастап, жартысын алып келмейсіз ба? Онсыз да сөйттік қой, айналайына. Неше балашағыңыз бар сонда? Алланың берген 10 бала, 10 бала. 4 қызым бар. 10 бала ма, 4 қыз ба? 10 бала, 4 қыз. 14 что ли? 14. Бәрі өзіңіздікі ма? Жоқ, көршілердікі. 14 Өзімдік болмағанда еді, өзімдікі де еді. Қызық сұрақ қоясындай өзім. Осы нәрсені ақсақал түсіне алмай қойды. 10 бала, 14 бала дегенде, зачем оның бәріне? Адам өзіне уақыт таппай қалады ғой адам деген. Адам өзі үшін өмір сүру керек қой. 10 баланың бәрін оны оқыту керек, шоқыту керек. Ну зачем такие проблемы вам? Өзіңде қанша бала шаға еді соншама? Менде бар, бір ұл, бір қыз бар. Құдайға шүкір, я. Өзіңізден ба ол әйтеуір бәрі? Надеюсь. Қалай екен? Енді екеуміз, как говорится, бір қайықтамыз. Аңсап отырайық. Достың кім? Менің есімім Борис Карабекович. Мен енді қызметте болдым. Жас кезде әкімшілікте жұмыс жасадық. Одан мынау министерствода жұмыс жасадық. Министрмін дейсіз? Қызметте болдық, я біздер енді. Бақуатты, бізген қарағанда бақытты жан екенсіз. Слава Богу. Дұрыс екенсіз. Жегенің алдыңда, жемегенің артыңда. Ой, шіркін-ай. Бүгін жер әлемді аралап келген құсайсыз ғой. Біраз жерде болдық, шетелдерде болдым енді біраз жерде. Командировкамен бардым, былай қыдырып та бардым. Вай шіркін, менің арманым шетелге шығу. Әсіресе Индияны көрсем ғой. Индияныға бір барсам шіркінім арманым жоқ еді деп ойлаймын мен. Мен Индияда где-то бір 2 жылдай сонда жұмыс жасадым мен. Ой! Шirketin тапсырмасы. Ой, айналайын. Сөз жақтағана бір баяғыда сыйнық деген бар еді, соны көріп арманым ай менің. Кім дейді? Ана бір кинода
қорқынышты болып ойнайтын сыйлық деген бар. Это же, как его, Амриш Пури. Біз онымен бірге дастархандас болдық. Ой! Тамақ жедік, я. Ай, жаман адам шығарай өмірде де. Зачем? Нормальный человек, он хороший был парень. Енді ол кісі қазір жоқ, енді, но, да, было. Было дело. Өзіңіздің есіміңіз кім? Менің есімім Аман есен тұрар мекен. Жоқ, отчество, фамилияңыз керек емес, есіміңізді айтсаңыз болды. Ай, есімімді айтып тұрмын. Аман есен тұрар мекен. Осының бәрі есіміңіз ба сіздің? Иә, менің есімім. Қанша адам қойған есіміңізді? Бірақ адам қойған сол. Енді есіміңіз долгы екен, мен давайте біреуін айта салайын. Аман мырза, нормально? Ай, мақұл, қалауың білсін. Министр екенсің, айта бер, шырағым, қалай айтсаң да. Ай, сіз ана Борис дегенге қарағанда замандас. Шала қазақсыз ау деймін, өзім мітіссің ба? Жоқ, таза қазақпын. Құдайға шүкір, таза Ай, қазақ. қазақтың аты, айналайын, бұл Борис деген қалай, бұл жаман иттің атын бөрі басар қояды деп. Енді білесіз ғой, біздің қазақтарда қоя береді атты, қалай болса да. Мен енді Борис жылы туылғам, содан Борис болып кеткен. Қазақта Борис деген жыл бар ма еді, ойбай ай? Год тигра. Ай, барыс десеш. Да. Ей, қазақ бала емес. Атың барыс екен да онда. Вот. Өзің екен де Борис болып кеткен. Барыс болса онда өзімізден екенсіз, барысшан айналайын. Мақыл, қалғалай. Бұлай, қош келіпсіз енді. Больницаға адам қош келуші бет. Еміздеп кеп отырмын. Сөзімізді өлмек, кет бар. Бар. Осы бұраш көрсем көзім қызарады, кет. Все нормально, да, у вас? Все нормально, просто. Қай жеріңіз ауырады? Мен қатты да ауыра бермеушем. Қандай не аурумен келдіңіз мұнда? Мен бір жетіскеннен келді дейсің ба? Әбәдемақ жүргенбіз. Ана үйге бір жаңадан келін түскен. Бір өзі білгішісімақ медицинаны бітірген ба? Тамақ ішіп отырып кекіріп қабем. Ойбай, атасыз кекіреді екенсіз, андай, мұндай, сұндай деп әңгімені көбейтіп, больницаға кеп жатқыз тастады ғой. Адам кекіргенге больницаға жата ма? Кекір айналайын, больницаға келге жетістіре ма? Анализ тапсырып, өтің толған, өтіңде тас, бүйрегіңде құм, арқаң тақтай дейді. Ойбай, мені сойып, бір үй соғымасаңдар істедім айналайын ау. Бүкіл үйдің материалы мен бойымда жатыр екен ғой. Жоқ, сіздің келініңіз өте дұрыс айтады. Сіз мені видишь, 14 бала дейсіз, сонымен артында жүріз, ол өз денсаулығыңызға қарамайсыз. Надо вовремя лечиться. Вот вовремя келіп врачқа қаралыңыз. Надо соблюдать. Шуламаңыз, Борис Карабекович ұнатпайды. Борис Карабекович, как вы? Нормально? Все нормально у меня. Шулағанды мен де ұнатпаймын айналайын. Не проголодали, да? Нет, все нормально, все нормально. Аш емес, тамақ тоқ, иә? Да. Кешірім сұрайым, қатты сөйлеп жатыр ма? Ештеңе жоқ. Аға, мен сізге не айттым? Қатты сөйлемеңіз дедім ғой мен сізге. Сіз вип палатада жатсыз. Қатты сөйлемесеңіз, Борис Карабекович ұнатпайды ғой. Қызық екенсіз. Сізге адам кеп тұр. Кім келді? Білмеймін, кеп тұр. Все нормально? Біреу өлді ма? Сол сай өліп кеткеннің репетиция істеп келатыр ма? Бәле. Үйде тып-тыныш отқам, телевизор көріп. Соны әпшеміз сондайды, осындай кезден больницаға түсіп қалды дейді. Сонымен бірден келдім, жағдайың білейін деп. Жағдайым қалай? Жақсы ма екен? Жағдайың жақсы сияқты, мұртым түсіп жатыр ғой менің. Құлан құдыққа қарай құласа, құлағында құрбақа ойнайды деп қарашы мұнан мен мазақ қып отқан. Қартайып арыстанның айбат кетті-ау, келіп ап оны бір ешек аямай тепті-ау. Рахмет, ешек екеңді мойында қарың ай. Қалай, жүздегі, енді сен ертең олай-бұлай болып кетіп атсаң, кішкене бір батаңдақ болайын, әумин. Әумин, батаңды бер. Алла, мен байып кетейін. Құдай бүкіл менің жағдайым жақсы болсын. Мен өсейін, өнейін, дәулетті, сәулетті болайын. Бүткіл жақсылықтың бар не Алла маған бер. Амин, Аллаху акбар. Жүздегі мағанды бірдеңе сұрасай?
Sen черный списоктасың, саған бермейді. Жездеге әңгімен қатырасың, жезде. Кешіріңіз, сіз күліп атыспа, жылап атыспа түсінбедім, но можно потише? Полда вибрация ұстап отыр уже. Потише же можно? Жезде? Сен мына кісімен бірге жатсың ба не? А? Мына кісімен бірге жатсың ба? Отырмын, мен бірге жатқан жоқпын мен. Мынау деген ауыл шаруашылық субсидияның бәрін бөлетін осы кісі ғой. Мен бұл кісіге кірамай жүргенде қанша 1,5 жыл болды білесің ба? Моменті кепті жездеге айналайын құлың болып кетейін, мен осындай да осындай қайынымды бір әдемілеп таныстырсайшы жездеге. Бұдан кейін кекетсем атым үшін бар ғой, кекетсем атым үшін жезде. Сен қара бет қыласың. Таныстыршы жезде. Таныстырамын. Ассалаумағалейкум. Ойбай, айып етпеңіз. Ыңғай соқ қалды ма? Өзіңіздің аяқ киіміңізді өзіңіз сүртесіз ба сіз? Я, мен өз аяқ киімді өзім сүртем. Сен кім аяқ киім сүртесің? Мен сол сізден сүртіп берсем ба деп кеп тұрғам ғой. Бұл енді замандас. Бұл мықты жігіт. Кім болды бұл? Өте менің еркек балдызым. Брат жены. Мынандай жігіт. Өткенде халықаралық байқау болып еді, сол жерден бас жүлде, бірінші орын, екінші орынды жеңіп алды осы. Рас. Мықты жігіт, талантты жігіт. Шілдені төбесі ал. Үшеуін де осыған беріп жіберді. Не байқау ол? Жалынды жағымпаз деген байқаудан сондай. Үшеуін де Жездеге осы. қойса, жездеге қойса. Өтірік айтады, ақсақал өтірік айтады. Мен деген бар ғой, ауыл шаруашылығынан сіңірген еңбегім көп. Еңбек ерімін, батыр деген атағым бар. Мен анау бар ғой, 100 қойдан 130 қоз ағам. Одан кейінгі жылы бар ғой, 200 қойдан 330 қоз ағам. Маған сол үшін еңбек ері деген атақ берген, между прочим. Не үшін саған ондай атақ береді айналай? Енді мен анау қоз алып отырмын ғой. Сен айналай, сенің не қатысың? Бір қошқар қашат, қой туат, сен башы қатысың жоқ қойған. Батыр атағын алады ба айналай? Жездеге бір-екі қошқарға көмектескен бар да. Ай, ауырып қалған қошқарды аяқтан тұрғызып жіберген, ана дәрі-пәрілерін ағам, қаладан малды құтырып шығарған деген сияқты. Сондайым бар. Бұлар енді назар аудармаңыз. ТЖ деген жерде жұмыс жасайды. Темір жолдас деген баяғыда ол енді. Ай, темір жол емес, ТЖ. Туфли жалақыштар қоя. Қойсайшы. Мен таныдым, таныдым. Ақсақал, енді мынау өзіңіз ауырып қалды дегеннен кейін Барыс Қарабекович, сол ауылда жатамадым. Бірден келім, жағдайыңыз біле кетейін деп бірден шауып келген бетім осы көке. Қазір бір мен сізге анамнан алып келген бір қарапайым міне. Сен маған келдің бе? Сізге келдім. Сіздің жағдайыңызды білейін, қолыңызды ала кетейін, денсаулығыңызды біле кетейін деп арнайы келдім. Мен сені танымаймын ғой. Мен тану міндет емес. Мен сіз танимын, ладно. Мен сіз танимын, нөмір алмас қалайық. Кішкене ініңіз болып бір анамнан тірліктеріңізді жарап атсам құдай қаласа. Понятно. Нема жатқан жеріңіз кішкене салқын бірдеңе тиіп атқан жоқ па? Сквозняк бар мұнда. Сквозняк. Ақсақал, ана кісімен орын ауысасыз ба? Ана кісі кішкене сквозняк тиіп атыр дейді, суықтап қалама деп уайымдап атырмын да соны. Уайымдасаң өзің жат. Өзім жатып алайын ба орныңызға, көке? Зачем? Сол емделеме әйтеуір пайдасы тие ма деп атырмын да сізге, көке, айналайын жан. Извините, жоқ, бәрі нормально. Нормально? Нормально, да. Мына кісі мешать етіп отқан жоқ па? Как это? Қалай мешать етеді ол? Мешать етсе мен шығарып тастаймын мына кісі. Нормально. Нормально, да. Болды, хорошо. Ертең тағы келем, иә? Жақсы. Жиі кеп тұрам, құдай қаласа. Мақұл. Жақсы, ақсақал. Әле саған. Мынау кешіріңіз, сіздің балдызыңыз ба, менің балдыз ба? Сіздің балдыз ау деймін, байқай танымадым мен бұл. Мен таныдым, бұндайды жақсы танимын мен. Мен почти всю жизнь осындай адамдармен жұмыс жасап келатырмын мен. Әбден бұндайларға тойғанбыз, көргенбіз, көзде тойған. Қайным ғой, қайын жұртым жақсы. Енді арасында осындай болып қалды. Енді, конечно, бес саусақ бірдей емес дейді ғой, как говорится. Бес саусақ бірдей қылуға болады, құрдас. Менің 10 балам осы бес саусағым сияқты. Өзіңіздің саусақтарыңыздан. Менің мысалы, мына саусақтағы бас бармақ білесің ғой. Бұл әртүрлі қызмет атқарады. Именно мынау международный саусақ екен. Қандай саусақ? Международный. Мынаны көшеге шығып жағдайым жақсы дегенді, во десең, негір да, Қытай да, африканец та түсінеді, бәрін түсінеді. О, жағдайы жақсы екен дейді. Мына саусақ шыншыл саусақ екен. Указаты. Атаңа оқи, осындай екенсің ғой сен деп айтқанға. Құдай жалғыз дегенге, осы бір әдемі бір үйде бала болады ғой осындай. Одан кейін мына саусақ енді апасыны саусақ бұл енді. Үйде сондай бір бала болады, апасыны бір өттүйсе көрсетіп жіберсең қашып кететін бәрі. Екінші семейный бала болады, мына бір кішкентай саусақ.
Осының басына бірдеңе тығып қойсаң, бұл жынжы бір жоламайды, аман есен жүре бересің. Мына саусақ кішкентай болса да таудай нәрсені атқарады екен. Миссиясы не ол? Миссиясы бұл ана екі ұрысып қалған адамды татуластырады. Мерис больше не дерейсіз дейді екен. Логично. Сол үшін бұлардың бәрін бала шағаны біріктіріп ұстау үшін бастарын бүйтіп әкеп біріктіріп қою керек та, сөйтіп үйістіп жүру керек қой үшін. Сонда үйде бірлік ынтымақ болады, айналайындар. Үйістіп жүру керек балдар бізде. Да, логично. Но енді менде енді ондай бала емес енді я. Извините, Борис Карабекович, как вы? Не мешает он? Да, все нормально. Все, отлично. Аға, қонақ келіп тұр сізге де. Кесек кірсін кім кеп тұр? Класстасыңызбын дейді қоймай жатыр. Сосын, аға, бұл жер курорт емес қой, бұл жер аурухана ғой, аға. Ана туысқандарыңыз айтсаңыз, без конца келе бермесін. Борис Карабекович ұнатпайды оны. Хорошо, кірсін класстасың сен. Класстас кім келді? Да, хорошо. Ой, әшір ғой мынау. Кіріңіз. Бұл кім болады? Менің сыныптасым, құрдасым. Сол класстасыңызбен әлі күнге дейін біргесіздер ме? Ой, әлі күнге дейін бірге болмағанда, қай уақытқа дейін бірге боламыз енді. Құрдасым, не көрінді саған? Ақа сақалың аузыңа түскенде. Немерең бар, шөбере бар, шөберені қой шөпшек көріп атсын. Пенсияның алдын алып атсын. Не көрінді саған сусит жасап? Не жасап дейді? Немнеге қалақ шығарып жүрсің, немнеге өлгін кеп жүр. Кім өлгісі кеп жүр? Сені секірді дейді ғой бір жерден. Қайдан секіріп жүрсің? Секіргеніне секірген жоқпын мен. Мен кекіргем. Кекіргем. Үйде тамақ ішіп отырып кекіріп қабем. Ана білгіш келін ойбай ата кекіреді кесіз. Ойтата, бұйтата, сөйтата деп. Әкеп жатқыз қойған жоқ па мен өсінде? Сен кекірдің ба? Кекірдім. Сені бір жерден секірді деп бүкіл ауыл жаназаға дайындалып отыр ма? Қалай ауламын ба? Аулаймақ бота тайлақтың бәрі жақсы. Бұл кісі класстасыңыз шынында да, е? Менің класстасым Әшір. Өте қуаныштымыз. Анауың кім Трампқа ұқсаған? Менің замандасым Алаталас. Алайсың, құрдас, жақсысың ба? Аман бол. Мынау ма? Мынау болған жақсы. Мынау. Мынандай. Бағана келетінен біраз базар аралап жүріп қалдым. Сені бәлінсаға секіріп жаңағы түсіп қалды деген шөк. Базарға барып, безге су алдым жаным. Шөлдеп баттым, біраз ұртта болайшы. Шымал. Құрдасым, Ой бұл! Мен оразам ғой. Білмегенді Құдай кешіреді? Құдай деміне? Құдай құрдасың бет кешіре салады деміне? Еміне біраз жүре бер. Сән әрі отшы бел ауырып кетті. Келай, отырса көп жүріп қойған шығарсың. Кегеніңе рахмет, бірақ қатты әуре болмай қоймадың ба? Сен ауылдың берекесін, сенсіз мен қалай күн көрем жаным ау. Аман мырза, мен вообще-то сізге өте қызығып отырмын. Маған қызығат түкте жоқ. Менің досым. Екеуміздің әкеміз дос болған. Екеуміздің әкеміз дос, тамыр болған, тамыр. Содан екеуміз бір ауылда бірге өстік. Бір ауылда бірге өстік. Бала бақшадан бірге болдық. Бала бақшадан... Айтып атырық қой, неге жағаласа бересін? Айтып атырық қой. Сен сияқты керең емес, естейді ғой. Құрдасым ғой. Бала бақшадан бірге өстік. Одан мектепті бірге оқыдық. Мектеп. Содан ана университетте бірге... Айта берейші. Айтпайсың. Университетте. Құрдасым ғой. СПТУда бір жатақханада жаттық. Алматыда бір квартирада жаттық. Бір квартира. 13 жыл бір жатақханада жаттық. 13 жыл? 13 жыл. Бірге тұрдық. Кейін арамызда бала болмағаны кейін ажырап кеттік. Құрдасым ғой, үйсіп ойнайды. Бүйтіп ойнамаса іші кебет. Я понимаю, мен қайта қызығып отырмын. Өте керемет. Әйтеуір аман болса игі еді. Ертең анау-мынау болып кетсең деймін да. Бәле.
Ana kempiringe daveriniş жазып кетпейсің ба? Екеңнің аузы. Сен сонымен сөйлесіп жүрген жоқсың ба мен жатқанда? Құрып кетей. Шыныңды айт деймін. Құрып кет демей. Пәдәріңе. Қызғанат, өлейін деп атса да қызғанат. Құрдасым ғой. Понимаю. Аман әлі аман есен жазыламыз. Жазыласың. Сен бәрін өлтіріп барып өлесің. Айтқаның келсін. Сенен кейін кетсем арманым жоқ шырағым айналайын. Енді әлі аман есен аяққа тұрып Құдай қаласа ауылды айттайтын күнде алыс емес. Айт, 30 деп атыр ғой. Ең бастысы Құдай қуат берсін. Құдай Ауырма, әлі-ақ жазылып шығасың, әлі-ақ аман болып кетесің жаным. Ол ауырмасын. мұңайып байыншаға түсіп қалды мекенде өз-өзін тастап жіберме. Тастамаймын. Мен кеп тұрамын әлі көбірек. Кеп тұр. Құрдасым ғой. Куда ол? Әкең ау. Сен ауру. Ой, атаңа. Әжіған. Мен сізді больницадан шығарды ма деп ойлап қалдым. Әжіған үстіп ауысып кете жүрседі. Қана бұның әтейі әлжіп тұрған білем ғой. Ана системасын бәрі маған сасын деп. Әзілдеп тұрған тұр ғой. Шутки у вас. Қазір ана жарты сағаттан кейін клизма бар еді, осын тығып жіберейін деген ғой. Неге үй бағасын? Айтыскер ақындар құсап. Қой, ана кешкі автобустан қалып кетпейін. Үлгерейін. Мен ауылға қайтайын. Айт. Бір-екі алмаңнан немерелеріме салбасам бола ма? Ана барғанда қолыңа қарайды да, құр қол барған ұяласын. Құрдасым ғой. Ал. Ай, мына осын бәрін аласташы ба. Біз бұндай жемейміз. Маған болмайды, мен кекірем. Сен кекіресің, бірақ болмайды алма. Аласам. Ана сок ішесің ба? Ай, атаңа. Сок берсең болды, без газды ал өзің. Мә, бәрін ала кетіші. Ят болмай ма? Енді сұра бағаны кейін, неге аласың енді? Ана түйіліп тұрған не біле? Ой, әкеңнің. Ай, осының бәрін алып кетшей, мә. Қой, ят болады, Тіленіп сен азанға дейін тұратын түрің бар, мә. Мә. Ят болады, Ай, атыз, мә. Менен саған подаркы, мә. Пейлігің, ауылда да үстіп дүниесін тарататта жүреді. Осының пейлдің бәрімізге берсін дейміз. Айналайын, 100 жаса. Мой мусор тоже заберите. Вот. Яс емес па? Алса енді ал дегеннен кейін. Беріңіз, алыңыз. Қайтарға бір жол күре бермейсің бей? Бәлі. Үстіп жұмот бол, жұмот. Пейл нашар. Вайымдама. Ертең тағы келем. Кесең үштен кейін кел, как раз продукт жинап қаласың бізде. Мағыл жазып кет, ана. Қадам жеткен жерге бәле жетпес. Амин. Хороший у вас, друг. Сіздің туысқандарыңыз, достарыңыз ішіңізді пыстырмайды екен. Но маған да келеріз. Мен просто балам шетелде бизнеспен айналысады. Шетелде ғой, шетелде болмаса. Қызым да вот жалғыз қызым ол да Германияға тұрмысқа шыққан. Германияға тиді ма? Ой, айналайын, бақытты бол. Германияда қазақтар қаяқтан жүреді? Не, күйеу бала немец. Бәтчағар. Ну, очень хороший парень, такой образованный, такой воспитанный, очень хороший парень. Немере бар ма? Бар, Құдайға шүкір бар. Бір қыздан бір немере бар. Әйтеуір өзімізге нағашыларына тартқанды да. Енді оны көргенде айтам, мен еш әлі көрмедім, айтам. Немереңді көрмедің бе сен? Жаңадан туылды ма? Где-то бір 10-ға кеп қалды, я. 10-ға дейін келген немереңді әлі көрмедің бе? Замандас. Енді, бізде енді жұмыс енді істеміз, қызметтеміз енді анда-мында уақыт болмай өтіп кетті уақыт. Но скоро я поеду к ним, поеду. Айналай. Бүйтіп министр болғаның құрсын, айналай. Менде Аллаға шүкір 14 бала, 52 немере, 30 шөбере.
5 şöpşek, 3 nemeni, 2 nebeli, ne ol degenler köpek ketdi қазір. Олардың бәрін танисыз әйтеуір. Бәрін өзін, аттарын өзін қойғам. Бәрін танимын өзін. Сіз бақытты екенсіз. Кешіріңіздер. Сіздерге келіп тұр. Борис Карабекович, как вы? Жақсы, Нормально, бәрі, да? все нормально, Мешает, да, отлично, да. да. Извините, пожалуйста. Сіздерге келіп тұр. Бір қыз келіп тұр, әке деп жылап тұр. Енді соны кіргіздірейін деп тұрмын енді. Білмеймін, кімнің қызысың десем айтпайды. Замандас қызың кеп, менің қызым анау семейде, ол келмейді. Сенің қызың келген. Борис Карабекович, может, Ана не вам... мог бы? Ана Ей, кіргіз, ей, Я, кіргіз. кіргіз. Қарындас, кіріңіз. Ей, қызыңыз кепті дейді. Менің қызым семейде, ол келмейді ғой. Ей, айналайын. Қызым. Ей, ой, айналайын, Салима, жаным, ай, жинақ. Uyandınız mı ne baba? Ау, Uyandınız mı ne? ай, мен ұйықтап атырмын. Öyle. Mama süt komada dedi koy. Ей, мамаң бар болсын, айта береді. Kala diyorsun olacaksın mı? Ай, жаным, қызым, ай, неге сонша әуре болдың? Семейден айналайын. Öyle baba öyle bulat bulmaydı koy lan. Неме келдіңдер еді? Öyle ha mama karaspanı döndürdü koy. Oy be erkeğin kekirip toktamayadır giymesen bulmaydı dedi koy. Ой, тамақ ішкен адам кекіреді да, аштан өлеміз бе енді. Bilmeyeyim koy mama süttü koy. Oy be kelinler erkeğin körp kalmasın dedi bulmaydı dedi koy. Олдай, ай, келе бермеңдер. Жақсы, айта бер. Ят кетті бәрі маған келіп, айналайын, келе бермеңдер. Sütünüz şu öyle papa korkup gitti koy. Öyle maskara oldu koy papa. Kudağınız ben kudağınızda gelatır koy. Ойбай! Ай, Астанадан келетір ме? Неге әуре қылдыңдар оларда? Қайтарсын бар, кемесін. Öyle kalay kaytarı mı yolda koş papa? Ой, ай, бер кел. Ана құдағы мен құдағиға айт. Келе қалған жағдайда маған кемесін. Ана мен қасымдағы адамға барсын. Оған ешкім келмей жатыр, ұяттап жатыр, маған келіп жатыр, барлықтары. Жоқ болған ақым бар. Сізді танимыз деп, алдап сұлдап жағдайды тамақ-памағын соған берсін. Қуасыз ба? Сізге келе тұр ғой. Ай, мен маған келген дейінді көрем, ұят болды ғой анада. Ешкім келмей жатыр ғой. Өлә таразда ана кішкене құдаңыз да келе тұр ғой. Бәле бәріне. Айт, анаған барсын, бар. Айт дес. Өлә қойшы. Маған кірмес. Mama kayda mama? Мамаң үйде бар. Телефон қосылып тұр ма? Қосылып тұр, сөйлеспе, ойбай айналайын. Бар. Қойш кешке келем онда, папа. Алла шипа берсін. Ой, айналайын. Бұл да қызыңыз ба? Қызым ғой. На пацана похож, да? Еркек шора болды осы қызым. Бұның алдында екі қызым болған. Үшіншісі ұл болса екен деп армандап, екінші қыздың атын ұл болсын қойып ем, осы шықты ғой олшын. Но жартылай болыпты, бірақ. Борис Карабекович, как вы? Ай, не болды айта? Жақсы, бәрі жақсы, рахмет. Все жақсы. Сіздерге келіп тұр. Ай, болды, ай, кіргізбе маған, келмесі, қажет жоқ. Ұйықтап атыр, мені комада де. Ол жоқ де. Тұрмай атыр екен де, ақыр айтқан екен ғой. Оятсақ тұрмайды, қайта жібер. Кетсін, келмейді маған, кіргізбе. Аман-есен Тұрғанович, сізге емес, Борис Карабековичке келіп тұр. Не дейді? Ойбай, кіргіз. Ой, айналайын, Борис Карабекович. Борис Карабекович, вам, не знаю, дочь... Шақыр. Ой, айналайын, айтам ғой. Давайте, заходите. Ай, келеді ғой, әкесін жақсы көрген қызы келеді да. Ой, айналайын. Аманбай қызым, ой, әкесінің аузынан түсіп қалған екен. Добрый вечер, Борис Карабекович. Как вы себя чувствуете? Надеюсь, вам лучше? Да, спасибо, все нормально. Здрасте. Выздоравливайте. Бұл қызым емес, аман ақса. Бұл Я вот үйде своими. бізде қызметші. Бәсе ұқсамайды өздеріңе. Да, как вы просили, я своими руками приготовила диетический чечевичный суп, пюре из тыквы. Спасибо, Кушайте на здоровье. спасибо. И не переживайте, дома все чисто, уютно. Я полностью доверяю вам. Ежемесячные платежи, комуслуги, интернет, все оплачено. Все. Кстати, ваш любимый домашний питомец, хомячок Эмми, хорошо себя чувствует. Мы ежедневно гуляем на свежем воздухе. Привет вам передает. Ты тоже ему привет передай. Хорошо, выздоравливайте. Аман бол, шырағым, айналла. Бізде үйде қызметші ғой бұл. Кім сәлем айтып атыр дейді, біреу сәлем айтты дейді ғой әйтеуір. Біз тышқан бағамыз, сол сәлем айтыпты. Үйде тышқан сәлем айтып атыр ма? Ай, енді, үйде тышқаннан басқа ешкім қалмаса, кім сәлем айтады одан басқа енді?
Мақыл, айтыр, саламат болсын да. Ай, мына, сағат қанша болып қалды? Ойбай, намаз уақытысы болып қалған сияқты. Мен дәрет ақ білейін. Не алып келем дейсіз? Дәрет білетін бедіңіз? Ақ білейін. Спортпен айналысып жүрсіз бе? Алло. Марина, как вы там? Все нормально? Диана? Да? Все, хорошо, отлично. Да, говорят, врачи приедут через 3 дня. Ну, наверное, операцию будет тоже делать. А ты не успеешь? Когда собираетесь? Через 2 недели? Ну ладно, обойдемся как-нибудь. Ты привет передай ей. Хорошо. Я привык к нему, что ли? Что, скучно стало? Алло, сынок! Как ты, дорогой? Молодец, молодец. Хорошо. Ну вот, говорят, через 3 дня приедет врачи, и операцию будет делать. Ну, не знаю, пока говорят, 80% нормально будет. А ты не можешь приехать? Ладно, хорошо. Как-нибудь. Сколько нужен? Я слышал, деньги тебе нужны. Сколько? Постараюсь передать. Я позвоню. А, сынок, вот рядом у меня такой интересный. Алло. Вроде бы. Абырой жинадым. Атақ жинадым. Алдымда бәрі жүгіріп жүрді. Қызметте болды. Балаларымның қалағанын әпердім. Қалаған жерінде оқыттым. Аузынан қақпадым, қолынан қақпадым. Я думал, я счастливый человек. Ауылдың шалы менен бақытты сияқты. Получается, я не жил. Получается, я просто существовал. Замандас, құптан кірді ма? Жоқ, ешкім кірмеді. Ей, құптан кірді ма деймін. Мен осында отырмын, ешкім кірмеді. Ол кірмейді құрдас. Оны күтіп алады. Важный адам ба? Важный. Жүр оданда. Мен сені құптанмен жақсылап таныстырайын, Замандас. Жақсылап дәрет алып менімен намазға тұрсаң, бәрін түсінесің. Вот, хорошо. Этот, Аман, чечевицу будешь? Чечевицу. Ой, шашагның жіпсай бабада. Көзіңнен күн көрініп, гүлде тегін төгіліп, қасқа бағың керіліп, баурап барасың. Өзің болсаң қайнарда, бақыт толы айнала, қарап тұрып жай ғана, жау
Рахмет. Сағыныш күйі жанымды тербеп самсаған, бақ гүлім сенсің, шаттығым сенсің аңсаған. Тәнийдің жарық сәулесі сөніп біткенше, өзіңді сүйіп, өзіңді жырғып ән салам. Көзімді байлап тұрса да қанша мұнар күн, сәулесін шашып көгіңде күн боп тұрармын. Тілегі лебіз, жүрегі егіз жаралған, нәр алған сенің махаббатыңмен сыңармын. Сен жүрген жермен жүргім келеді, сен көрген түсті көргім келеді, сен сүйген әнді ғашығым менің, өзіңмен бірге салғым келеді. Аймалап әппақ жүзіңді самал ескенде, көзіңді жұмып ғаламат сезім көшкенде. Мен сені сүйдім, сен мені солай сүйе алсаң, махаббат қылын үзе алмас еді-ау ешпенде. Сен жүрген жермен жүргім келеді, сен көрген түсті көргім келеді, сен сүйген әнді ғашығым менің, өзіңмен бірге салғым келеді. Арманым әнім арбадың жаным айнамау, тағдырым тұман табаным сенсіз тайғанау, түсімде көрмейсен жайлығымды ойламау. Сен жүрген жерде жүректе жалын ойдалау, басқаны көрмей көңілім саған тойған-ау, өзіңсіз мені соқыр қып тәңір қойған-ау. Сен жүрген жермен жүргім келеді, Сен көрген түсті көргім келеді, сен сүйген әнді ғашығым менің, өзіңмен бірге салғым